Ерте замандарда бір патша өмір сүріпті. Патшаның қисапсыз байлығы болса да, үнемі қабағының астынан бір мұң бары байқалып тұрады. Сөйтсе, әлгі патшаның перзенті болмапты. Патша қапаланып, қайғырып жүргенде бір күні жұбайы жыланның тіліне жерік екенін айтады. Осы сөзді қанша рет Құдайдан жалынып сұраса да, ести алмай жүрген ол, жүрегі жарыла жаздап, қуанып, жер әлемге жар салыпты. Егер кімде-кім менің жарлығыма құлақ асып, жарымның жерік асы жыланның тілін әкеліп берсе, соған жалғыз қарындасымды қосып, өзіме күйеу бала етемін. Бір ескертетін жайт, ол Сахарадағы жыландар ордасының патшасы атақты Афита Әбжіланның тілі болуы тиіс депті. Үмітсіз сайтан демекші, байлық пен аса сұлу патша қарындасын алуға қызыққандар Сахараға жол тартыпты. Олардың ішінде сол шаһарда тұратын бір саудагердің Азу есімді баласы да бар екен. Азу о баста өмірге келгенде жылан терісін жамыла туыпты. Өз терісінің пайдасын көрмекке, әрі сынамаққа ол да үмітпен жыландар ордасына аттаныпты. Азу жолда келе жатып, әр жерде шашылған адам сүйектеріне көзі сүріне береді. Бұлар да мен сияқты үміткерлер шығар деп топшылаған ол, өзі тек терісінің арқасында ғана аман келе жатқанын түсінеді. Ақырында көп қиындық көріп жүріп, Сахараға жетеді. Ордаға келген соң ол жыландармен тез араласып кетеді. Бірде жыландар патшасы тағамды өте жақсы даярлай алатын аспазшы керек екенін мәлімдейді. Сынға түскендердің арасынан Азу озып шығады. Ол қолынан келген өнерін барлығын жұмсаған екен. Сөйтіп, аз уақыт ішінде Азу Афита Әбжіланның жақсы көретін жақынына айналады. Әңгімеге тарта жүріп, жыландар патшасының жаны қолындағы сақинада екенін де біліп алады. Оны Афита масаңдау кезінде айтып қояды. Бір күні Азу тәтті тағам жасап, оған ұйықтататын дәрі қосады да Афита Әбжіланға жегізеді. Ол қатты ұйқыға кеткен кезде сақинасын алып қақ бөледі. Содан соң тілін кесіп алып, түн қараңғылығымен тайып отырады. Бұл оқиғаны таң атқан соң бірақ білген жыландар оны әрі іздеп, бері іздеп таба алмай қала береді. Азудың оңай құтылуының себебі Сахарадан шыққан соң ол адам қалпына қайта ауысып алады. Еліне аман есен оралған Азу патшаға жыланның тілін әкеліп беріп, оның қарындасына үйленеді. Ал жерік асын жеген патша жары көңілі судай тасып, айы күні жетіп, ұлды болады. Ұлан асыр той жасалады. Той десе қобас домалайды демекші, бұл тойға баяғы Азуды іздеп жүрген жылан да келіпті. Ол Азуды иесінен танып қалып, санын бірақ соғады. Ішіне кек түйіп, ордасына қайтыпты. Келген соң бұл жаңалықты басқаларға айтып береді. Мұны естіген жыландар ашуланып, адамзаттан кек алмаққа бекінеді. Улы тілі арқылы адам баласына зиян келдіріп, ұрпағын кеселге душар етпек болады. Афита Әбжіланның жұбайы Филита Әбжілан қатты ызаланып, оны өлтірмекке өзі аттанатынын мәлімдейді. Афита Әбжілан дүние салған кезде ол қасында бола алмапты. Алысқа қонаққа кеткен екен. Араға біраз уақыт салып, Филита Әбжілан патшалыққа келеді. Азуды іздеп жүріп, бір үйдің түндігінен сығалап қараса, бесіктегі жас баланы көреді. Ол жаңа туған нәресте патшаның мұрагері еді. Ол бар ашуын осы баладан алмаққа бекінеді. Үйде жан жоқ кезді пайдаланып, түндіктен түседі. Баланың қасына енді жақындай бергенде есіктен бір әйел кіріп келеді. Жылан сасқалақтап қалады. Ал патша жарының абыржығаны сонша тілі күрмеліп, «О, Құдайым, жалғыз сәбиімді ажалға қалай қиям? Оны босанарда жыланның тіліне жерік болып едім. Енді ажалы да сол жыланның тілінен болмақ па? Жоқ, құтқара көр» деп жалбарыныпты. Сол сәтте қайдан есіне түскені белгісіз ошақта тұрған сүтке қарай ұмтылады. Қазандағы сүтті жыланға көрсетіп тұрып, «О, Әбжілан,
менің жалғызыма қиянат жасама, жүрегім сезеді, сен кек алмақшысың. Баламды саған бермеймін. Болмаса мені шақ, мен де анамын, ана сүтінен жаралғанмын. Балам да, басқа жан-жануарлар да ана сүтінен жаралған. Сен де біз сияқты ана сүтінен нәр алғансың. Тіршілік иесінің нәрі сүт, ол қасиетті де қастерлі. Оны жаратқан ием сыйға таратқан, ақты жерге төкпеу деуі де сондықтан. Ал мен сол сүтті сенің басыңа төгемін. Тек балам үшін, тек жалғызымның өмірі үшін ғана салттан аттаймын. О Әбжылан, опасыз, сенің оң осы сүт арқылы құдіретінен айырылсын. О жаратушым, тілегімді қабыл ет деп, еңіреп тұрып, сүтті жыланға шашып жібереді. Сол сәтте шынында да жылан бар құдіретінен айырылады. Сүттің қасиетті күші оның оғы мен айбатын сиқырлап тастайды. Жылан есеңгіреп тұрып есіктен шыға кетеді. Міне, осыдан бастап барлық жылан атаулыны сүтті көрсе айбатынан айырылады екен. Олар үйге кіргенде басына ай құйса сытылып шыға кетеді. Оларға бұл қасиет сонау заманғы өз аналарынан дарса керек.